Мен өзім түсінгенім, бір нәрседен құтылу үшін орнына басқа нәрсені кіргізу керек. Қараңғылықтан құтылу үшін жарықты кіргізу керек, солай ғой. Синоним бар, антоним бар. Антоним деген соны кері нәрсесін жасау керек. Әлемдегі ең танымал тұлға Франклин. Мына долларда Франклиннің суреті тұр. Елдің бәрі ойлайды, енді тарих қанша білмейтін адамдар, сол кісі президент болған екен деп. Мүлде бір күнде президент болмаған, басшылық қызмет істемеген адам. Сол кішкентай кезінде отбасынан кетіп қалады. Сонда өзі айтады, бір келе жатқан кезде ең соңғы ақшасы қалады, бір жарты нан сатып алады бөлке. Сол кезде бір баласы бар әйелді көреді да, мүлде түсінеді, жағдай жоқ екен. Соңғы бөлкесін сол әйелге береді 15 жасында. Содан кейін жұмысқа тұрып, содан кейін ғылыммен айналысып, өзі жақсы кәсіпкер болып, жетіле бастаған кезде өзін өзі тәрбиелеу жолына түседі. Енді қалай тәрбиелеуді білмейді, бірақ өзінің көп жаман мінездері бар екенін біледі. Біреуі жалқаулығы, біреуі салақтық болады, ақшаға дұрыс қарамайды деген сияқты. Сонда мына неменесінің киім киетін шкафының ішіне сол 13 қасиетін жазып қояды. Содан кейін ең шетінен біріншіден бастап күресе бастайды. Мысалы, ашуланшақтық болса, енді сабырлы болам деп. Содан өзін өзі міндеттем алады да, содан кейін әбден сол ашуланшақтық мінезін жеңбейінше сонымен күреседі. Бір апта, 2 апта, 3 апта, қанша уақыт соны жеңіп болғаннан кейін, енді жеңдім-ау деген, осы қазір сабырлы болдым-ау дегеннен кейін сызып тастайды да, екіншісімен сөйтіп 13 өтеді, 13 өткеннен қайтадан басынан бастайды. Бойындағы 13 жаман мінезін жасап қойып, сөйтіп күрескен. Ona түсіп, сол Франклин ізімен өзімді мен де тәрбиелемекші болдым, Франклин сияқты.